Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоларыма және де достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай пирогтың рецептісін бөліскім келеді. Ол үшін картопты жуып, тазалап, осындай қылып су құйып, отқа пісіруге қойып қоясыздар. Және де сіздерге фарш пен осындай пияз керек болады. Міне менің картопым суда қайнап жатыр. Әбден езіліп піскенше осылай қайнататын боламын. Енді табама аздап қана май құйып, фаршымды қуырып бастаймын. Ең әуелмен фаршымды кішкене қуырып аламын осылай отта. Бұл жерде фарштың майлы болмағаны жақсы болады. Майлы болса кішкене қамырымыз суланып кетеді. Сондықтан майсыз фарш алғандарыңыз жақсы. Осылай отта қуырып алып, кішкене қуырылғаннан кейін үстіне жаңа пиязымды салып, әлде де қуырамын. Әбден пиязым қуырылғанша қуыра беремін. Қазір және тұзымды, сондай-ақ бұршымды салып, әбден жақсылап тұрып қуыратын боламын табада дайын болғанша. Мына осы қуыру кезінде түрлі түсті перец, болгар бұршын қосып жіберсеңіздер де өте әдемі шығатын болады. Фарштарыңыз, мен балаларым оны ұнатпайтын болған соң жерде қоспадым. Мына фаршымыз дайын болғанша осылай отта жайлап қуырыла берсін. Менің қазақ картопым пісті. Мен мына ыдысымда май бар, сары майдың үстіне ыстық пісіп тұрған картопымды осылай сүзіп салып аламын. Мына барлық картопымды мен қазір салдым. Енді оны әбден жақсылап тұрып, кәдімгі пюре жасап, әбден дұрыстап тұрып езгілеймін. Міне ешқандай комоксыз бәрі жақсы езілгеннен кейін тұзымды және бұршымды салып, барлық құрамдар описаниеда мен қалдырамын. Осылардың бәрін салып, және ұнымды салып, үстіне електен өткізілген жақсылап тұрып, қазір пирогтың қамырын басатын боламын. Әбден біркелкі массаға келтіріп, жақсылап тұрып қамыр елеймін. Міне дайын болған қамырымды осылай пергаментке жаямын. Оқтаумен жақсылап жайып алдым. Өте жұқа қылмайсыздар. 26 диаметрлік формада пісетін болғандықтан сол шамаға келтіріп жайып, қайтадан ортасына қарай бүктеп формамды кигіземін. Форма диаметрі 26 диаметрге есептелген. Осы құраммен жан-жағына бортиктер жасаймын. Осылай бір тегістеп қолыммен бәрін келтіремін. Ортасы өте жұқа болып кетпесін. Мені бәрін нақтылап жасап болғаннан кейін осы қамырды қазір жарты сағатқа мен мұздатқышқа қойып қоямын. Енді қазір мен құятын құймамды дайындаймын. Мына ыдысымда менің қаймақ болды. Соның үстіне 3 жұмыртқа салдым. Және томат. Сондай-ақ сүтімді құямын үстіне. Тұз бен бұршымды салып, құятын құймамды қазір жақсылап тұрып араластырамын. Жаңа мұздатқышқа салған тестімді алдым. Соның үстіне дайын болған фаршымды саламын. Егер фаршыңыз майлы болып, түбінде май болған болса, майын төгіп тастаңыздар. Тек қана фарштың өзін салыңыздар. Міне осылай біркелкі қылып фаршымның бәрін жайып салып алдым. Енді үстіне жаңа дайындап қойған құймамды құятын боламын. Құймамды құйып, тегістеп, жайып жіберемін жақсылап. Енді осы дайын болған пирогымды 160 градуста 40-45 минут пісіріп аламын. Міне осылай мен пешке салдым. Сол пешке салып пісер кезде менің светім сөніп қалуына байланысты духовкадан шығарған кезде видеоға түсіре алмай қалдым. Осылай духовкадан шығарған бойда бетіне сыр теуіп, бетін қайтадан пергаментпен жауып осылай қойып қоясыздар 20-25 минут. 20 минуттан кейін ғана шығарамыздар. Бұл жерде де менде свет жоқ болды. Шығарар кезде де мен видеоға кішкене қараңғылау болып тұрған шығар. Осылай түсіруіме тура келді.
Пештен жалпы шығарған күйінде, ыссы күйінде бұл пирогты кеспеңіздер, себебі пирогтардың еттерінің бәрі шашылып кетеді. Сондықтан бір 20 минут жаңа сырды сепкеннен кейін бетіне жауып, солай 20 минуттай тұра тұрып, сосын 20 минуттан кейін кессеңіздер, сонда фаршы шашылмай өте әдемі болатын болады. Осындай дәмді пирог шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.